Сәлем достар! Бүгін біз сіздермен бірге красный бархат, яғни қызыл мақпал тортын дайындаймыз. Ең алдымен жұмыртқамыз бен қантымызды жақсылап миксерлеп аламыз. Жұмыртқамыз 2 есе ұлғайып, аппақ масса болғаннан кейін разрыхлителімізбен ұнымызды араластырамыз. Айранымызға бояуымызды қосамыз. Массамызға айранымыз бен сұйық майымызды құямыз. Жақсылап миксерлейміз. Енді массамызға ұнымызды аз-аздан салып отырып миксерлейміз. Ұнымызды 2-3 рет електен өткізіп алсақ, бисквитіміз күшті көтерілетін болады. Міне массамыз осындай қою болып шығады. Енді массамызды фольгамен оралған кальциумыздай 3-4-ке бөліп пісіріп аламыз. Енді кремін дайындауға кірісеміз. Мен өзімнің ең сүйікті креміммен дайындаймын. Бірақ негізгі кремін видеоның астына жазып кетемін. Сливкиіміз бен сгущенкамызды қою масса болғанға дейін жақсылап миксерлейміз және кондитерлік мешокқа салып аламыз. Өздеріңіз қалаған насадкаға салсаңыздар болады. Мен гүл тәріздес насадкаға салдым. Мен корждарды 5-ке бөліп пісіріп алдым. Енді тортты видеодағындай етіп жақсылап жинап шығамыз. Егер сгущенкамыз бен сливкиімізді жақсылап қатты етіп миксерлейтін болсақ, креміміз өзін жақсы ұстап тұрады. Міне тортымызды әдемілеп жинап шықтық. Енді бетін өздеріңіз қалағандарыңыздай әдемілеп безендірсеңіздер болады. Мен осындай жасап қойдым. Дайын болған тортымызды бір түнге мұздатқышқа салып қоямыз. Сонда тортымыз одан да дәмді болып шығады. Тортымыз өте нәзік, дәмді, жұп-жұмсақ болып шығады. Үлкендерге де, балаларға да бірдей ұнайды. Егер видеом ұнаған болса, каналға тіркеліп лайк басыңыз және пікір қалдыруды да ұмытпаңыз.